Бәрі жақсы ма? Керемет. Менің ертегімді тыңдауға дайынсың ғой. Бастаймыз ба? Қане бастайын. Бүгінгі ертегі тырна мен түлкі туралы. Түлкінің өте қу екенін білесің ғой. Бірақ тырнаның да қулығы бар екен. Бір түлкі, тырна екеуі дос болыпты. Олар бір күні түлкінің апанына келіп кіріпті. Апан деген не білесің бе? Апан дегеніміз түлкінің іні, яғни үйі. Сөйтіп екеуі түлкінің үйіне келеді. Бұлардың ізіне бір адам түсіп інге келіпті. Інді қазып, әлгілерге жақындаған кезде шыбық салады екен. Олардың денесіне шыбық тиген кезде тырна түлкіге былай дейді: 60 амал түлкіде, 62 амал адамда деуші еді. Сен сол бір амалыңмен құтқар, дейді жалынып. Ал түлкі болса, амалым құрыды, деп отыра кетеді. Тағы да өлуге жеткен соң, тырна түлкіге былай депті: "Ай болса, менің бір амалым бар, сол амалмен құтылармыз", дейді де, "Мен өлген болып іннің аузында жатайын. Сонда адам мені өлген екен деп, ол жерден алып тастайды. Сонда мен айғай салып ұша жөнелемін. Ол жалт беріп маған қараған кезде, сен де іннен шығып қаша жөнел", деп түлкіні үйретеді. Солайша тырна іннің аузына өтірік өлген болып жата кетеді. Жігіт қолын созған кезде қолына тырна ілігеді. Ол оны жемтік екен деп алып тастай салады. Сол кезде өтірік өліп жатқан тырна айғайлап ұша жөнеліпті. Оны естіген адам жалт беріп тырнаны тастаған жаққа қарай бергенде, түлкі інінен зып беріп шығып қаша жөнелген екен. Сөйтіп, тырнаның қулығы асып, екеуі де қашып құтылыпты. Солайша тырна түлкімен бекер дос болмаған екен. Оның да қулығы жетерлік екен. Қалай, бүгінгі ертегім ұнады ма? Ұнаса, өте қуаныштымын. Ал сен міндетті түрде бұл ертегіге лайк басуды ұмытпа. Жарай ма? Келістік. Ал енді мен сенімен қоштасамын. Келесі кездескенше.